Сен өзіңді қаншалықты жақсы білсен, соншалықты күйеуіңді, әйеліңді, яғни партнеріңді жақсы білесің. Біз бірге 19 жылмыз. Үйленгенімізге 19 жылда, 2007-де үйленгенбіз. Келесі жылы, Құдай қаласа, 20 жыл болады. Сонда 20 жылда енді өзімізді, яғни бір-бірімізді жақсы танып, түсініп, сөйтіп жатырық та. Сон күйеуім айтады ғой, 20 жыл, почти 20 жыл бірге тұрып жатырмыз. Әлі түсінбеймін дейді. Сені әлі түсінбеймін дейді. Классика ғой, иә, классика. Еркектер әйелдерді түсінбейді. Ол түсінбейді. Өйткені психология ондай емес. Психологиясы мүлдем басқа. Әйел мен еркектің образ, ойлау жүйесі басқа. Еркектер нені ойлайды, соны айтады. Ал әйелдер нені сезініп жатыр, соны айтады. Сол үшін екеуі бірін-бірін түсінбей жатады. Сөйтіп, соны айтады. Сені әлі түсінбей келем. Не пойму деп ше. Это нормально. Өйткені әйел үнемі өзгеріп отырады. Әйел бір қалыпты болмайды. Әйел бір состоянияда болмайды. А еркектер, олар бір состоянияда, сондай бір қалыпты, логично жүре береді. Әйелдер ондай емес. Сөйтіп бірін-бірін түсінбей жатады. Енді мен нені айтқым келеді. Жалпы мынау қазір паралар, ерлі-зайыптылар бірін-бірін түсінбейді. Өйткені бірін-бірін жақсы білмейді. Бірін-бірін жақсы танымайды. Бірін-бірін жақсы түсіну үшін, тану үшін әр адам өзімен бірінші тану керек та, танысу керек. Әр адам деп отырғаным, әйел өзімен танысу керек, күйеу, еркек өзімен танысу керек. Сөйтіп бір-бірімен танысады. Ашылмаған сырлар көп, ашылмаған білмеген нәрселер өте көп та, бірін-бірін жайында. Біздің осындай ұзақ жылдар бірге өмір сүруіміздің бірінші несі, себебі тыңдау. Бір-бірімізді тыңдаймыз. Тыңдау дегенде қандай? Яғни, әйел адам көп сөйлейді. Біздер көп сөйлейміз. Көп сөйлейді дегенде сезім ғой. Әйел өзінің сезімдерін айтады, ойларын айтады, тревогаларын, проблемаларын, не ойлайды, нені ойлап жатыр, жалпы мына ішінде не болып жатыр, соның бәрін айтады. Осыны еркек, яғни күйеуі тыңдай алса, тыңдау деген не? Сөзін бөлмей тыңдау, осуждениясыз, кінәлаусыз, просто осылай қарама-қарсы отырып тыңдау. Әйел сөйлейді, сөйлей береді, сол жерде еркек, күйеу демей, тағы бастадым ба демей, білем ғой демей, просто тып-тыныш отырып тыңдап берсе ана әйелін, әйел рахаттанып қалады ғой. Әйел рахаттанып қалады. Вот осыған бір 15-20 минут қой. Осыған 15-20 минут кетеді негізі. Сол 15-20 минут еркектер шыдап берсендер, әйелдерің рахаттанып қалады. Әйел ішіндегісін бәрін айтып тастайды. Енді бұл оңай емес. Басында әйел сені кінәлап бастайды. Осындай да осындай, сен кінәлісің, анан бүйтпейсің, осындай әңгімелер айтып бастайды. Осы кезде сабыр сақтап, сөзін бөлмей, көзді бүйт алайтпай, просто тыңдап бер. Әйел сөйтіп ішіндегісін шығарып, босап, сөйтіп қалады. Жақсы болып қалады, жеңілденіп қалады. Одан кейін барып өзі басылады, содан айтады, күшті болып қалдым, жақсы болып қалдым, жеңілденіп қалдым деп ше. И осылайда, взаимопонимание, бірін-бірін жақсы түсініп бастайсыңдар. Просто тыңдап бер. Әйелдер де сондай. Күйеуіңді тыңдап бер. Сөзін бөлмей, критиковать етпей, жай ғана бір-бірлеріңді осуждениясыз, сөздеріңді бөлмей, кінәламай, үхілемей, просто бір-бірлерін тыңдап берсеңдер, осы мынандай техникада, бірақ бұны практиковать ету керек. Оңай емес, бірақ болады. Біз осыны жасап жүрміз, өте күшті, өте керемет. Сол нәрсемен просто бөліскім келді. Парақшаға тіркел, сақтап ал, бөліс.